жарайсыңдар, менің де қалым жақсы. Балалар, сендер қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Асық ату, жарайсың. Тағы қандай ойындарды білесіңдер? Бәйге. Дұрыс айтасың, тағы білесіңдер ме ойын? Қандай ойын бар тағы? Арқан тарту, жарайсың әдемі. Арқан тарту. Балалар, көптеген ұлттық ойындарды біледі екенсіңдер, иә? Балалар, қазір біздер ұлттық ойын ойнаймыз ба? Жарайсыңдар. Балалар, қараңдаршы, менің қолымда қоржын бар. Осы қоржынның ішінде не бар екенін көрейін, иә, балалар? Балалар, мынау не? Асық, жарайсыңдар. Ал асық қайдан алады, білесіңдер ме? Қайдан алады? Қайдан алады, Амин, Ғамжан? Қойдан. Ешкіден. 4 түлік балдан алады, иә, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Балалар, қараңдар, асықтың өзінің әр жату атауы бар. Қараңдар, балалар, бұлай түссек, не деп аталады? Алшы, иә? Алшы. Бұлай шық. Бұлай түссе бүк. Және тәйке. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше біздер қазір асық пенен ойын ойнайық, балалар. Бізде мынанда қанталапай ойын ойнаймыз, балалар. Бізде мұнда қанталапай ойынында арнайы 21 асықпен ойналады, балалар. Асығымызды ішінде бір ерекше асықты таңдап алуымыз керек, балалар. Ендеше сендерге балалар, мынау қандай асық? Қызыл асық, дұрыс айтасыңдар. Ендеше осы қызыл асықты біздер хан деп сайлаймыз, балалар. Мен қазір ортаға тастағанда көздерің осы асықта болсын. Осы хан асығы кімге түссе, сол бала жеңімпаз болады, иә, балалар? Ендеше ойынымызды бастаймыз, балалар?